Президентіміздің бастамасымен ұлттық қордан балаларға жобасы аясында 1 ақпаннан бастап әр баланың шотына $100,5 түсіп жатыр. Бүгін мен сіздерге осы видеода оны қалай тексеру керектігін көрсететін боламын. Қайырлы күн, сіздермен бірге Іскер Азамат YouTube каналы. Бұған дейін мен сіздерге Егов Mobile қосымшасы арқылы өз балаңыздың ЖСИН-ін, яғни ИН номерін қалай базадан тексеру қажеттігін көрсеткен болатынмын. Ал бүгін мен сіздерге шотқа түскен ақшаны қалай тексеру қажеттігін көрсететін боламын. Соткамызда Play Market'тен немесе App Store'дан бірыңғай жиынтық зейнетақы қорының қосымшасын соткамызға жүктеп аламыз. Және оны соткамызға орнатып тіркелетін боламыз. Одан кейін ашатын болсаңыз, сізде осындай негізгі бет ашылады. Осы жерден ұлттық қордан балаларға деген батырманың үстінен басамыз. Балаңыздың ИН номерін, яғни ЖСИН номерін енгізуіңіз қажет болады және тексеру батырмасын басамыз. Міне кестеден көріп отырғандарыңыздай, жеке тұлға нысаналы талаптарға қатысушы болып табылатын есептік жыл 2023 жылдан бастап осы қолданысқа енгізілді. Өтініш берілген жылға нысаналы талаптардың жалпы сомасы $100,52 түсіп. Осы жерде мына доллардың үстінен басып, теңге арқылы да өзіңіздің түскен сомаңызды теңгемен де қарауға мүмкіндіктеріңіз болады. Бұдан балаларға шотына жылына бір рет түсіп отырады. Елімізде 7 миллионға жуық 18-ге толмаған бала бар. Олардың барлығына осы $100,5 түсіп отыр. Бұл дегеніміз $700 миллион немесе 315 миллиард 700 миллион теңге. Келесі жылы түсетін соманың бәрі ұлттық қордың табысына байланысты. Сондықтан еліміздің тыныштығы, жұртымыз аман болсын, экономикалық өсім болсын деп тілейік.